археологиялық қазына, қолдан жасалған құнды жәдігерлер мен таңдай қақтыратын экспонаттар республикамыздың ғылыми және мәдени орталығы саналатын ұлттық музейдің қорында сақталған. Оның көрме залдары еліміздің қалыптасу кезеңінен бастап бүгінгі даму жолына дейінгі тарих беттерін ақтаратын мұрағат. Тәуелсіз Қазақстанның символына айналған алтын адам дәл осы орталықта сақтаулы. Ғылыми түрде қазақ Тутанхамон аталған құнды экспонат ұзақ жылдар бойы ел шекарасынан асқан емес. Бүгінде Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі мен ұлттық музейдің бірлескен жобасы аясында алтын адамның әлем музейлеріне шеруі басталды. Ұлттық музей қызметкерлерінің қажырлы еңбектері ерекше құрметке ие. Олар осыған дейін де экспонаттардың саяхатына дайындық жұмыстарымен айналысқан болатын. Зергерлік бұйымдар мен экспозиция бөлшектерінің есептері жіті бақылауға алынған. Бұл жолы алтын адамның кезекті сапары шығысқа бет алмақ. Шерудің соңғы бекеті Оңтүстік Корея. Корея Республикасының астанасы Сеул қаласы. Шаһар келушілерді көзінің сан алуан көрінісімен тамсандырады. Көз тартатын ғибадатханалар мен жап-жасыл бақшалар зәулім ғимараттармен ғажап үйлесім тапқан. Архитектуралық ансамбль іспеттес қалада заманауи индустриямен қатар көне тарихтың да бейнесі бар. Алтын адам өзінің ұзаққа созылған шеруінде Беларусь, Ресей, Әзірбайжан, Қытай және Польша елдерінде болып қайтты. Әрбір мемлекет өздігінше ерекше ықыласпен қарсы алған көрмеде экспонат екі елді тарихпен тамырлас ететін құнды дүние болған анық. Бұл жолы да ұлттық музей Сеулге бірден екі экспозициясын алып келді. Ұлы дала мұрасы зергерлік өнер жауһарлары көрмесінен бөлек оңтүстік кореялықтар еліміздің құнды жәдігері алтын адамды да көре алады. Вы знаете, выставки проводятся в рамках программы «Рухани жаңғыру». Өздеріңіз білетіндей, көрмелер елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың былтырғы жылғы бастамасы «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында өтіп жатыр. Сонда көрме президентіміздің ұлы даланың жеті қыры деп аталатын соңғы мақаласы аясында ұйымдастырылды. Ол жерде елбасы Қазақстанның өркендеуі мен мәдениет жайында айтып өтті. Мемлекет басшысы алтын адамға да ерекше тоқталған. Біз жәдігерді терең зерттеу жұмыстарымен және еліміздің мәдени мұрасын әлемге кеңірек таныту керек екенімізді сөз етті. Бүгінгі көрменің ерекшелігі, біз бұл жаққа екі көрме алып келдік. Олар Қазақстанның мәдени мұрасына арналған. Жалпы бұл көрме кореялықтардың тарапынан ұсынылған жоба. Выставка была за счет корейской стороны. Они сами изъявили желание. Они сами инициировали этот проект. Алдағы 3 ай бойы алтын адам Кореяның ең үлкен тарихы, көркемдік және мәдени орталығы саналатын ұлттық музейінің төріне қойылады. Музей 1945 жылы ашылған. Алайда араға 60 жыл салып мәдени ошақ жаңа орталыққа көшкен. Ғимараттың құрылысы көне Корея бекінісі іспеттес. Оның қорында 200 мыңнан аса көне жәдігерлер мен өнер туындылары бар. Музейге келушілердің саны жылына шамамен 35 миллион адамды құрайды. Қазақстан мұнанын Қош келдіңіздер. Біз Қазақстанды ұлы жібек жолының ұлы елі ретінде білеміз. Бұл көрме сіздердің елдеріңіздің бай тарихын көрсетеді. Алтын адамның арқасында кореялықтар Қазақстан тарихына қызығушылық танытады деген ойдамын. Қазіргі уақытта Қазақстанда көп этникалық корей ұлтының өкілдері өмір сүріп жатқандығын білеміз. Қазақстанның тарихы Корея еліне жеткендігі олар үшін үлкен мақтаныш. Бірнеше аптаға созылған дайындық жұмыстар аяқталды. Үлкен ағаш жәшіктеріне салынған ұлы дала қазыналары көрме залына жеткізілуге дайын. Отандық музейдің қызметкерлері экспонаттарды кореялық әріптестеріне тапсырып жатыр. Басқа залдарда да жұмыс қызу үстінде. Өйткені бұл жолы Корея ұлттық музейі тек көрме өткізу алаңы ретінде ғана емес, сонымен қатар орталық серіктестік міндетті де өз мойнына алған. Дәлірек айтқанда экспозиция дизайнын Корея мамандары жасады. Біз кореялықтарға Қазақстанның мәдениеті мен болмысын, менталитетін көрсету үшін барынша тырыстық. Мысалы, мына біз тұрған зал жасыл түске жайдан жай боялмаған. Мұнымен жобалаушылар мен дизайнерлер Қазақстанның шексіз жасыл даласын көрсеткілері келді. Біздің ойымызша Қазақстанның ең ғажап әрі құнды бұйымы ол
киіз үй. Оған да біз аса назар аудардық. Ежелгі қазақтардың қалай өмір сүргендігі мен әбзілдері қалай қолданылғандығын көрсеткіміз келді. Біз экспонаттарға қатты таңырқай қарадық, себебі олардың жоғары сапалы деңгейде жасалғандығы көрініп тұр. Қазақстандық және кореялық мамандардың ортақ еңбектерінің арқасында Корея ұлттық музейінің көрме залдарының 458 сөресіне еліміздің құнды жәдігерлері қойылды. Олардың қатарында қазақ халқының өмірін, салт дәстүрін суреттейтін археологиялық заттар, зергерлік және этнографиялық бұйымдар бар. Сондай-ақ көрменің бас кейіпкері Алтын адам да осы залға қойылған. Алтын адам біздің заманымызға дейінгі 4-5 ғасырға жатады. Кореялықтар үшін бұл ғасырлар силы дәуірімен байланысты. Біздің халқымыз үшін бұл өте маңызды. Кореяның мемлекет болып қалыптасу кезеңі ерте феодалдық үш патшалықтан басталады. Ол уақытта ұлы дала жеріне ғұндар иелік еткен. Осы орайда Қазақстанды көрме кореялықтардың өз тарихын еске түсіру үшін жақсы себеп болмақ. 1979 жылы Кёнджу ауданында алтын табылды. Кореялықтар сіздердің көрмелеріңізді түсіну үшін оны осы жерге арнайы қойдық. Қазақстан мен Кёнджуда табылған экспонаттар өзара өте ұқсас. Олардың ою-өрнектері ұқсас. Көшіп қону, сауда және әскери жолдардың нәтижесінде біздер бір-бірімізбен тарихи тамырлас болуымыз мүмкін. Сондықтан да келушілер екі елдің арасындағы байланысты сезіну үшін бұл экспонатты біз Кёнджу галереясынан арнайы алдырдық. Қазақ даласы мен Корея түбегіндегі археологиялық жұмыстарға зер сала отырып, ортақ тарихтың да байланыстарын байқауға болады. 1949 жылы Қазақстанда ғұн қорғаны табылды. Қазба жұмыстарынан шыққан пышақтар Кёнджу ауданынан табылған жәдігерлерге ұқсайтын полихром стилінде жасалған. Культура полуострова Корея, она большей частью... Корея түбегі мәдениетінің басым бөлігі қиыр шығыстағы Байқал өңірмен байланысты. Себебі неолит дәуірінде дәл сол аймақтардан адамдар солтүстіктен оңтүстікке көшкен. Нәтижесінде археологиялық мәдениет осы жерде қалыптасқан. Бізде көптеген ортақ байланыстар бар. Сонымен қатар кореялықтарды біздің алтын адамның бас киімі ерекше қызықтырды. Сондай-ақ бізде ғұн дәуіріне тиесілі қарғалы диадемасы бар. Оның пішіні домалақ. Аталған бұйым да полихром стилінде таза алтыннан жасалған. Корей халқында да сила дәуіріне тиесілі дәл осындай алтын тәждер бар. Каргалинская диадема. У них, как короны силы, эпохи силы, они такие же. То есть это тоже так же мировое дерево, тоже так же все из золота сделано. Сонымен қатар қазақ тілі де корей тілі сияқты алтай тілдеріне жатады. Мұндай байланыстар тек көрме өткізудің ғана емес. Сондай-ақ екі ұлттық музейдің болашақтағы серіктестік қарым-қатынасына да себеп болатыны анық. Сегодня мы договорились с руководством Национального музея Кореи. Бүгін біз Корея ұлттық музейінің басшылығымен ақылдаса келе, жуырда әріптестік қарым-қатынас жөнінде меморандумға қол қою туралы келісімге келдік. Ол жерде әріптестік байланыстың бірнеше бағыттары қарастырылған. Біріншісі көрмелерді ұйымдастыру және көрме коллекциялармен алмасу. Ортақ көрме жұмыстарын жалғастыратын боламыз. Екіншісі археологиялық және этнографиялық ортақ экспедицияларды ұйымдастыру. Организация совместных экспедиций археологических и этнографических. Третий вопрос, который предусмотрен в меморандуме, это вопрос организации стажировок. Үшіншісі тағылымдама, тәжірибемен алмасу, музей ісінің тәжірибесі сынды жұмыстарды атқару. Сондай-ақ төртіншісі музей ісіне ақпараттық технологияларды енгізу жұмыстары. Вопрос изучения внедрения именно информационных технологий в музейную сферу. Алайда бұл болашақтың еншісінде. Әзірге көрме туралы кеңірек сөз өтсек жөн болар. Көрме қонақтары кіреберісте сақ тайпаларының салт аттарына кезікті. Олар 1997 жылы Зейнулла Самашев Берел қорғандарынан тапқан ат әбзелдерімен жабдықталған. Айта кету керек, құнды жәдігерлер күні бүгінге дейін зерттелу үстінде. Уникальность заключается в том, что на очень большой глубине, в мерзлоте, сохранилось. Табылған ат әбзелдерінің кереметтілігі сол, жер астында біраз тереңдігінде жәдігерлер бұзылмай сақталған. Сүйектер де, терілер де, жылқының маңдайына тағылған бұйымдар да сол қалпында сақталған. Жалпы археологтардың барлығына белгілі 11-ші қорғанда 13 жылқы болған. Олар бір-бірлеріне топтастырылып жерленген. Жоғарғы қабатындағы жылқылар бет перделермен сәндендіріліпті. Міне сол әшекей бұйымдар 2,5 мың жыл бұрын Қазақ Алтай даласында өмір сүрген халықтың рухани өмірін суреттейді. То или отражают то духовное состояние,
которое было характерно для населения, жившего на Казахском Алтае 2500 лет назад. Көрменің ашылу салтанаты Кореяның ғылыми және мәдени қоғамдастық өкілдері мен дипломатиялық уәкілдік қызметкерлерінің басын қосты. Қазақстандық сазген сазы ансамблі халық аспаптары мен қазақ және Корей халықтарының әуендерін орындап, екі елдің татулығын жеткізді. Выставка вызвала очень большой интерес. Көрме үлкен қызығушылық оятты. Өздеріңіз көріп тұрғандай келушілер өте көп. Олар біздің тарихты көзбен көргісі келеді. Жалпы екі елдің әріптестік байланыс орнатуға деген ниеттері басым. Барлығы білетіндей, біздің ел Кореямен стратегиялық серіктес. Сондықтан да Қазақстанмен жасалатын ортақ жұмыс әрқашанда үлкен қызығушылық танытады. С Казахстаном вызывает очень большой интерес. Өз ұлтымыздың тарихын зерттеу арқылы оның түп тамырын тауып және өзге ұлттың мәдениетімен қандай байланысы бар екендігін анықтау көрменің басты міндетінің бірі. Ұлы дала мұрасына арналған шара тек ғылым өкілдерін ғана емес, сонымен қатар ұлттық сана сезімді дамытуды көздейтіндерді де қызықтыратыны анық. 카자흐스탄 전시회는 굉장히 감명. Бүгінгі көрменің ашылу салтанаты өте қызық болды. Менің ойымша, бұл Қазақстанның Кореяда өткізіліп жатқан ең ірі жобасы. Кёнджу елді мекенде табылған археологиялық заттарға қарап, Кореяның тарихы орталық Азия мен әсіресе Қазақстанмен тығыз байланыста болғанын аңғаруға болады. Сондай-ақ тарихи деректер бойынша Сила дәуірінде өмір сүрген кореялық Ким әулетінің тамыры Қазақстандағы Орал территориясымен байланысты деп жатады. 나라에 있어서 신라의 경주. 이 경주의 그 문화는 우리나라 만화 소장님, 카자흐스탄 국립박물관의 사투발린 아마이 부관장님, 하나, 둘, 셋. Бағалы бұйымдармен көмкерілген алтын адам залдың ортаңғы бөлігіне қойылған. Десе де өзге экспонаттарда назардан тыс емес. Интерактивті панельдегі қазақтың салт дәстүрлерінен сыр шертетін бейне көріністер келушілерді халқымыздың рухани тарихымен таныстырып жатты. Көпшілікті әсіресе этнография залы таңдай қақтырды. Ою-өрнекпен безендірілген киіз үй, күмістен жасалған ыдыстар мен әшекей бұйымдар, ертұрман және тоқыма бұйымдары. Мұндай қолөнер заттарын келушілердің басым бөлігі бірінші рет көріп тұр. Әрине өзінің философиясымен, өзінің ұлттық киім феноменіменен біз ерекшеленеміз ғой. Сондықтан біз ұлттық киімдерді де қойғанды дұрыс көрдік осы көрмеге жасақтау, дайындалу барысында. Қалыңдықпен күйеу жігіттің киімін қойдық, сұлтан мен ханшайымның киімін қойдық. Бұл киімдердің авторы атақты зерші, кестеші Айжан Абдуайтова. Жалпы қарап тұрсаңыз, өзі қазақтың қол өнері, ерлердің өнері, қол өнері, әйелдердің қол өнері болады ғой. Ерлер мысалы ағаш өңдеген, сүйек ұқсатқан, зергерлікпен айналысқан, темір ұсталықпен айналысқан, былғары тері өңдеген. Міне осы қол өнерінің түрлерінің барлығын алып келдік, үлгілерін. Вы знаете, для меня это огромное удовольствие. Мұндай керемет көрмеге қатысу мен үшін үлкен қуаныш әрі құрмет. Себебі Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің шеруі менің туған қалам Минскіден бастау алды. Ал дәл қазір көрменің ашылу салтанатын әлемнің басқа да түпкірінде жатқан Корея Республикасының тамашалау мен үшін бақыт десем артық емес. Менің ойымша бүгін келушілер саны өте көп. Барлығы таңдай қақтырып тамсануда. Қазақстандық өкілдердің тарихы, мәдениетімен мақтанатын сәті осы. И представители Казахстана гордиться своей историей, своей культурой. Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі мұнымен шектелмейді. Келе жатқан 2019 жылда құнды экспонат үшін талай саяхат әлі алда. Қазірдің өзінде ұлттық музей келер жылдың алғашқы жоспарларын дайындап үлгерген. В следующем году мы планируем Келесі жылы біз шеруімізді Өзбекстанда жалғастырмақпыз. Нақтырақ айтқанда, көрме Өзбекстанның тарихи музейінде өтеді. Айта кететін жайт, келер жылы Өзбекстандағы Қазақстан жылы шарасы ашылмақ. Біз көрші елдегі әріптестерімізбен келісім жүргізіп қойдық. Олар біздің көрмені алтын адамды қуана қабылдайтын болады. Примут нашу выставку, нашего золотого человека. Тарихи зерттеу, мәңгілік мұраны тану. Алтын адамның шеруі бүгінгі заманауи әлемге жусанды даланың лебін сездіріп, тарихта өшпес із қалдырған көшпенді халықтың өмірін бүгінгі қоғамдағы адамзатпен таныстырады.